Сұлулықты әркім әрқалай түсінеді. Біреулер бет терісіне арналған түрлі қымбат процедуралар жасап, өзін сұлу әрі жас санаса, тағы біреулері оны босқа кеткен шығын санайды. Сонша қаражат шығар. Ағзаңды ула пластикалық ота жасаттар менің аяулым. Енді әзірге пластиканың маған қажеті жоқ сияқты. Дегенмен де мұндай отаға бүгінгі таңда сұраныс артпаса, кеміп жатқан жоқ. Негізі ота жасайтындардың 50-60% жол апатына ұшырағандар немесе соққалып жарақаттанған адамдар екен. Ал косметологиялық операцияға көбіне қыз келіншектер жүгінеді. Бет әжімін тарту, көз қатпарын жасату, мұрнын немесе құлағын түзетіп, бірнеше мың долларды сұлулыққа жаратқан қыздар аз емес. Мысалға Нұржан, жай ғана бет әжімін тарту 1000 ақш доллары тұрады. Мәссақ. Соңғы кездері отаның бет аллары процедуралары тым көп түртелер, Дұрыс айтасың. Кезекті шырайлы майдарына беріп, филлер әдісі туралы дайындалған арнайы сюжетті бірге тамашалайық. Көрейік. Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума. Қазір қыз келіншектер өзіне осылай көңілі толып, сұлу болу үшін түрлі қадам жасайды. Осы тұрғыдан сұлулық индустриясы көш ілгері десек артық емес. Бет әлпетімізді ретке келтіруде алдымызға жан салмаймыз. Әсіресе екпе егумен қатар түрлі лазерлі процедуралар көбейген. Түрі көп болғаны соншалық атынан жаңылсамыз. Соның ішінде біздің тақырыбымызға арқау болып отырғаны филлер. Филлер дегеніміз бұл имплантант, биоимплантант. Ол біздің әжімдерді не болмаса, теріде қандайда бір ақаулар болатын болса, травма арқылы пайда болған, уақыттың салдарынан пайда болған әжімдерді қалпына келтіру және ол әжімдерді толтыруға арналған биоматериал болып табылады. Сырт көзбен қарағанда филлер, ботокс және контурлы пластика ұқсас көрінеді. Дегенмен олардың айырмашылығы мынада. Ботокс дегеніміз ол филлерден айырмашылығы мимикалық бұлшықеттерге салынады. Жалпы бұлшықетке салынатын токсин болып табылады және олар мимикалық бұлшықеттерді тежейді. Және де бұл жерде айырмашылығы жалпы бототоксиндер ол көп брендтер көп, яғни ол Диспорт болсын, ботокс болсын, нейронокс болсын. Мұндай процедура жайлы айтқанымызбен оны кез келгеніміз жасата аламыз деген сөз емес. Өйткені сұлулық кілтін пайдаланып көрмес бұрын тексеруден өту артық болмайды. Бұл жерде филлердің құрамына байланысты, яғни егерде ол науқаста бізде аллергиялық сезімдер болатын болса, сол қоспаларға онда қатаң тыйым салынады. Ол процедураны тағайындамас бұрын науқастан аллергия анамны жинаймыз, аллергия қандай препараттарға болды, соңғы рет қандай препарат салынды деген сияқты сұрақтарға жауап аламыз. Солдан кейін барып біз бұл процедураны тағайындаймыз. Сонымен бір сөзбен айтқанда, филлер адамды жасартып, сұлу бола түсудің бір жолы. Әсіресе жасы егде тартқан, бірақ бетіне ота жасауды жарата бермейтін әйелдер осы процедураға көбірек жүгінетінін байқауға болады. Шырайыңыз арта түссін. Маржан Нүсіпбек, Қуандық Әлімжанов, арнайы қайырлы таң үшін.